Құрмет көрермендер, қалайсыздар? Қандай ду қол шапалақ өздеріңізге соқып қойыңыздар. Қандай керемет. Тамаша. Көңіл күйлеріңіз қалай? Мен көңіл күйім өте жақсы. Сіздерге бір керемет факт айтып өтейін. Мынау адамзат пайда болғалы бері, адамзат жалпы пайда болғалы бері 110 миллиардқа жуық адам қаза тапқан екен. Не деген бақытсыз жандар десеңіздерші, өйткені о сұрақ жобасын өз көздерімен көре алмай кетті. Ал сіздер бақытсыздар. Қош келдіңіздер. Ай, қандай тамаша. Құрметті бүгін қатысушылар, сіздерге де қош келдіңіздер. Керемет, өте маған жақын, жаныма жақын адамдар жиналып қалыпты. Таныстырып өтейін. Міне керемет белгілі стендапер, комик. Мынау 6 жылдан астам уақыт стендаппен айналысып жүр, бірақ та халық бұны мынандай деген стикерлермен танып кетті. Талғат Тынымбай. Шындан қызып. Айтпақшы, керемет факт, қызықты факт. Бүгін факт болғаннан жақсы жаңалық. Бүгін Талғаттың Құдай қосқан адал жарының туған күні екен. Қошеметтеп қойыңыздар. Құтты болсын. Тамаша. Істешкен. Жаман. Уже үйреніп тұрған стикерлерға енді жасап алатын қып істеп отырған. Өзінен бар негізі. Жоқ, мен өзі ондай ниетім жоқ, өзі халық өзі жасайды ғой. Адам қырыстыр. Жетінші мамыр. Жалғыз праздник, оны жайын туған күні оқыған қараш. Сорлы. Бүгін Талғаттың келіншегінің туған күні болатын болса, келесі қонақтың бүгін өзінің туған күні расымен де. Құттықтау қойыңыздар. Исраил Дәулет. Белгілі блогер. Дәулет мырза, айтып өтіңізші, бағанағы рас қой сіздікі? Сен білмеймін, туған күнде Тұрсынбекпен боласың десем, мен елестете алмайтын едім. Жалғыз Green Flag Тұрсынбекпен отқаныма қуаныштым. Рахмет. Плюс 1 балл сыра жазсаңдаршы. Тоқтамаңдар, тоқта. А сен не ма? Көтке бергенде бал қоса бересіңдер ма кәдімгі? Смело. Біздің балды айттың ғой. Арығым. Тағы бір бол. Біздің жобада көтке кіруге болады. Жағайымсынуға болады. Жемқорлыққа жол бар біздің жобада. Жалпы көп айта берсек. Жоба бүгін отқан адамға өз атына 10 мың теңге атайын онда. Мен ұтамын онда? Қосылса бір нәрсе 10 мың теңге ауа ұшып кетті ғой. Жоқ, бұл енді асыра сілтеушілік деп ойлаймын. Күлдірсе бал қосыла ма? Күлдірмедің ғой сен? Күлдірсе қосылады. Онда бір теңе айтып көрейінші мен. Сіз таныстырып өтейін. Сен бірақ вызовың қатты болды, күлдірсе деп. Күлмей қаңдаршы. Өзіне өте көп алатын Марат Жарылқасынов. Қане, қошеметтеріңіз. Өтпейді мана сон. Күләш. Орлап кетсең қандай. Өзің қиып алатын стикерлер ма? Ол үшін атпай ма? Ал бізде өткен бағдарламада біз айтқанбыз, Еркебұлан Тоқтарды шақырғанбыз. Енді ол мәдениетті түрде бізге енді барлық кішіпейілдігін білдіріп, далпсындар ма деді кішкене. Сол үшін тағы да Аңсаған Садырхан, қошеметтеріңіз. Аңсаған тікелей Шотландия елінен келіп отырмыз. Аңсаған көтеріліп кеткен астымен дейсің. Ойбай, асты-үстімен деген кезде негізі бір матрас қой полный. Соны қиып алдық қой бүгін. Мен тұңғышын құсап кино болсын кәдімгі. Мен ана «Джентльмен» деген кино көргенсің ба? Сол қызық, е? Сол жерге «Джентльмен» деген мен, қалған бәрі Деймі, көріндір ма? Мен YouTube-тың бастығы болып киініп алдым бүгін. Білесіздер, мына сұрақ шоуы скоро барлық Қазақстанның жалпы әлемнің медиа платформаларын жаулайды. Бүкіл жаңағы белгілі шоулардың бәрінің көтін айырамыз деген настроеміз бар. Айта берем ба? Көп қой. Не даны болмай, не әңгіме дей ма бір. Азан психолог дейді. Айта берсең, онша емес проекттер көп. Осы сұрақ қана ғой негіз қазір жыртып атқан. Плюс 1 балл. Плюс 1 балл. Үйреніңдер. Алла десе беретін сұйғытты, Рахман нұры кеудесіне құйылыпты. Елге сыйлы Тұрсынбектей бауырымыздың бола берсін әрқашанда сұйғытты. 1 балл манас. Тұрсынбек оттан да ыстық. Туған жерде жер болмас. Мен негізі Өзбекстанда туылғам ғой, әттең Тұрсынбекте туылмадым. Тұрсынбек екі дүние есігі ғой. Тұрсынбек ер түріктің бесігі ғой. Лаған минус деп ойлаймын мен. До конца айтпаған үшін минус 1 балл. Аңсағанға плюс 1 балл берсін. Талғат сен? Жоқ, мен ондай дәлелденіп қойған нәрсені дәлелдеп не керегі бар деймін. Рас па? Мына қатты айнуға келген ғой.
1 балл. Талғатқа да айналайын жаным. жоқ бұл опытный екен ә Опытын айт. шөлп ете қалды жоқ рас қой рас Рас. Жандарым не ма бастамай жатып уже жеңімпаз болып тұрған сіздер түсінбей отқан шығарсыздар бұл не бал таратып отыр бұл басы қақпай ма деп түсіндіріп өтейін сіздерге. Біздің жобада қазір әртүрлі әлемнің әртүрлі бағыттарынан алынған іріктелген сұрақтар болады. Сол сұраққа біздің қатысушыларымыз жауап береді. Егер де дұрыс жауап берген болатын болса 2 балл қосып беремін. Ал егер де аргументті түрде я болмаса күлдіріп маған ұнаған жауап болатын болса 1 балл қосып беремін. Ұнамай лақ кетіп жатсаңыздар манас ойыма келген балды алып тастай саламын. қазақстанда өзі бал тарататын 2 адам бар, осы кісі және Бал Исмаил. қатты болды Қалай? Нау стикер болды. Так, Талғаттың қасына көп ара қосып беріңдерші. Все, Талғат 1 балл бар сенде ойда бірақта. Болды. Ойда. Есептеп отыр, соңында жетпей жатса айтасың ғой осы балды, жатта қал. Иә. Ал ойым бастамас бұрын қазір мына жерден сіздер өте білімсіздер. Мен сіздердің жаңағы эрудицияларыңызға мүлде әңгімем жоқ. Қазір мен сұрақ қойғанда барлықтарыңыз мен деп жамыра кетпес үшін бір арнайы сіздерге бір жаңағы одағай сөз ба бір дыбыс керек иә сіздерге. Мысалы оны табу үшін давайте. Менде бар мысалы. Қандай сізде? Менде андай сет ұстамайтын жердегі адамның сөзімен. Алло. Естілді ма? Дейтін қалайсыз? Тамаша. Менде андай бар. Сет ұстайтын жерде. Естілді айта бер. Қазір екеуміз бір-бірімізде сөйлесіп кетпейік. Алло дейді, естілді деп бізді қабылдамай қалмасын. Естілді. Еще андай бит спокойно емес бір. Андай бит сіз бір звонок күтіп, естілді деп сөйтіп айтқаншы бір ерекше. Естілді. Әдемі осылай. Алло. Естілді. Әдемі. Талғат мырза, сізде қандай ситуация болды өмірде? Мен енді Қызылорданкүн өзім. Тамаша. Жабайдан бар. Ну, керемет ән бар Қызылорда туралы. Қызылордам туған жерім деген. Сенен басқа ешкім білмейді оны. Бұл Қазақстан. Стиль таза Қызылорда деп айқайлашы. Осыны айтайын. Айтшы. Сізді таңдадым. Айтсың енді, көрейік. Стиль таза Қызылорда. Әдемі. Осылай. Стиль таза Дәулет Қызылорда. мырза. так бұл кісі алло деді Иә. бұл кісі Естілді. бұл кісі стиль Қызылорда менікі үрейін Әдемі. андай деп отырайын сонда мен каждый жауап айтқан сайын үріп отырамын ба Бол, таңда қойдың. Басқа вариант жоқ. Таңда қойдың. Иә, дауыстарыңызды естеңіздер ғой. Иә. Кәне, зафиксировать ету үшін 1-2-3 дегенде бәріміз хормен айтамыз. 1-2-3. Алло. зоопарк болып кеткен жоқсыз ба Әдемі ғой. Мен итте звондап атқан сияқтымын. досың ит па досың ит болса Досың ит, ар жағында Белучи ән айтып отыр. үйдегі лойың итпен жүрсе Қызылордада. Иә, олай болса шоуымызды бастайық. Бұл барлық шоуларды айыратын шоу. Бұл қандай шоу? сұрақ Ай, тамаша. Олай болса біз бірінші сұраққа көшеміз. Дуғал шапалақтарыңызбен. Иә, өте керемет. Бұл шоуды сіздер ойламаңыздар. Қалған уақытқан бір шоу деп. Жоқ, вообще. Нормально кәдімгідей ақша бөлінген қазір. Киініп мен декорация сұмдық мына жерде. Жоқ, енді ана бір секрет айтасаңыз, соңында бас киіміміздің ішінен қоян шыға ма шықпай ма? Мен ютубтың бастығым дедім ғой саған. Ютуб, иә. Клоун ба мен саған? Конечно шығады деші. Колумба мен саған қоя нанам майдап пішіп майда Айтпау, ақша бар шүкір. Ақша бар шүкір. Соткам қайда еді қазір? Сотка да бар. соткасы да өргенші мен Тигр шығады. Сотканы Тигр шығады ғой сізден. Бүгін ұтқан адамға 9800 теңге ақшалай сыйлығымыз бар. Бір жыртығымызды жамар. тізеңнен балақ сатып аласың. молодец 9800 оңай ақша емес. Екі пат тізе алам. Сол үшін кәдімгі максимально қатысып отырыңыздар. Сұрақтар да керемет кәдімгідей жанталасып. Дайынбыз. Мен любой таласайын. Олай болса бірінші сұрақты оқиын мен. Бір әзіл айтып жіберсем осы жерде. Көр енді. Тез. Бұл мен балға дәмеленіп отқан жоқпын. Сотканы көп ұстайтын бала. Соткар. Келесі. Минус 1 балл деп. минус 1 балл деген терпиладан минус 1 балл алып тастайықшы пожалуйста Жоқ, 1 балл алайық. Алайық. Жоқ, Манастан деп айтты ғой 1 балл. Манастан деймін маңсағыңдікі тұра берсін деп ойлаймын Неге? минус 1 балл алайық деп терпилап отыр шоуда сен емес пе бастық өзің білесің ғой Жоқ, мен Тұрсынбек айтып сенің жатқан жұмысың араласып отыр Мен Тұрсынбек айтып жатқан жоқпын. Мен Тұрсынбек айтып жатқан жоқпын. Бәле, бастықтан ақ бұзылып тізім осы екен ғой.
азғырады екенсің Дәулетжан. сөйтет ужас. Дәкеңнен бір бал алыпсыңдар. Жынды ғой деймін. Бастамай еді көтін айырмандашы шоудың. Давайте, кеттік. Бірінші сұрауы. Аяқ киім шығарумен айналысатын Nike компаниясы белгілі бір жағдайдан кейін сол жақ аяқ киімдерді бір елде, оң жақ аяқ киімдерін басқа елде өндіре бастаған. Не үшін олай болды деп ойлайсыз? Алло. Алло. Nike. Таптым мен. Енді бір жақ аяғы бір жақта. Екінші аяғы екі жақта. Значит, бір аяғы көрде, бір аяғы төрде. Бұл бір аяғы көрдіңіздер ме? Мен жауапты әлі бастаған жоқпыз, шапалақ ұрып жатыр. Почти дұрыс. Енді қараңыз. Сіздерге сондай ма не? Бәрінен 100 теңге жинап, 9-8 жинап. Короче, былай ғой, ойлаңыздар. Біз всегда бір магазинге барған кезде оң аяғын ғана көреміз ғой. Никогда екі парасы тұрмайды. Неге дейсіздер ғой? Өйткені екінші парасы тұрмайды ол жерде. Вот екінші парасы қайда деген сұрақ. Мысалы үшін бүкіл елде леворульный машиналар бар. Иә? Праворульный машиналар ол Японияда. Значит, бір жағы Японияда шығарады, өйткені оң аяқпен газды көп басатындар. На жағындағылар соны қабылдасаңыз бір. Сонда магазинде оң аяғы тұрады. Қай жақта? Магазинде. Алам деген кезде складқа бар келгенде басқа елге перевод етеді сонда. Жоқ, складқа бар келген дейді да, складта Япониядан жасалған басқа оң аяқ киімдерді алып келеді. Машина шал жаңағы. Ол машинада бар. Жапса кеткен қарасай бұнда. Машина деп отты ғой жаңа. Аңсаған жауабым айтан дегенше мен сұрақ туындып қалдым ше. Шалдығым ба? Менің миссиям сол еді. Миым ашып кетті ғой мен. Шындай екен ғой, минус болған сағанға. Адам миын ашып не қылды? Соны минус вайп. Сұрақты оқиын қайтадан. Аяқ киім... Өшір! Без звука! Тілін қайыр! Мына шоуларға қалай жалғастырамыз? Қалай номерін шоу боламыз надан кейін? Көтерілейін десің естіп, аяқтан шалады. Арзан психолог өткенде нағыз көрген мен. Шынды ғой деймін. Аяқ киім шығарумен айналысатын Nike компаниясы. Қандай компания? Nike болды. Белгілі бір жағдайдан кейін сол жақ аяқ киімдерді бір елден, оң жақ аяқ киімдерді басқа елден өндіре бастаған. Не үшін олай болды ойлайсыздар? Өйткені ұрлық көбейген ғой. Компанияда ұрлық көбейген. Либо олардың компаниясы тек бір аяғы баратындар жұмыс істейді. Ұрлық, значит, бір аяғын ұрлап кеткен ба? Ұрлықтар сол. Ұрлық көбейген ғой. Ұрлық түбі? Ұрлық түбі Nike. Ұрлық түбі Nike, е? Ұрлық түбі түрме. Басқа варианттар бар ма сіздерде? Енді, алло? Сен не, ұмытып қалдың ба? Вариант жоқ па? Естілді дейтін ғой негізі. Естілмей жатыр маған әлі. Енді ойлаңыз, енді бір аяқ киім бір жақта, бір аяқ киім бар жақта. Не үшін? Өйткені Nike'та андай балдыздар жұмыс істейді в основном. Балдыздар. Өйткені бізде қазақта ана нәрсе бар ғой, күйеу жігіт қызды алып кетуге барған кезде бір аяқ киім тығып қояды жаңағы. Nike'тағындай жаңағы. Ана соның бәрі осы жерде келіп тұрған жоқ па? Әдемі. Бір бал әкесіне. Әкесінің аузы енді нөлге жеттік па не? Жын деген ғой? Мен ойлашы, мен іштеңе істемей, просто бір балмен. Ондай болмайды Талғат. Неактивность үшін ондай жоқ. Бар біздің неактивность үшін минус бол? Баяғыда мама айтқан еді, екі әріпті ең күшті сөздерінде айтшы деп. Мен сол кезде су и миді айтқанмын. Су ми! Екі әріп. Маған дейді мама, екі әріп үшін болды ағасы деп. Мама айтып беді. Папа айтқан. Бет алды. Алло. Иә. Ол енді компанияда... Сен біреудің қатыса берсе, негізі біз үшеуміз артықпыз деп ойлаймын, негізі. Мысалы үшін, стиль таза қыз ордан естіп отқан жоқ. Иттерінде дауыс жоқ. Үріп, ең жауап бермей отырмын. Жоқ, бағана бір-екі рет звондадым. Естілді деген сөзді естілмей жатыр мысалы. Ешкім көтерген жоқ бағана. Мен звондадым, көтерген жоқ. Жаңағы енді алломды айтып жіберейін енді. Давай. Енді бұл компанияда ұрлық болмас үшін ғой. Өйткені компанияда тек оң аяқтарын ғана істерсе, енді екеуін де оң аяқпен киіп жүре бермейді ғой, кішкентай бала сияқты. Кішкентай балалар баяғыда наоборот киіп алып, намзандай дейтін болу үшін. Сол үшін жалпы сол нәрсе үшін шығарған. Ұрлық болмас үшін. Нормально жауапсы ұрлық болмас үшін. Дәке айтты оны. Ол Дәке бағана ұрлық тобы береке деп қойды ше бір кездер. Сен айттың, мен ұрлық түбі Nike дедім. Және де бұл сұрақтың жауабы өте дұрыс. Дәке, құтты болсын. Спасибо. Қолыңызды алып қойын. Плюс 2 балл. Өйткені Nike заводында екі аяқ киімді бір заводта шығарған кезде ұрлық көйіп кеткен екен.
еба дейді бір брат ана жақтан. Қатты таң қалды ғой. бәсе екі оң аяқ киім киіп алыпсың. Біздің команда жеңіп артып, че там сендер? Жоқ, бұл жақ жеке-жеке. Сен кімсің, брат? Әне, Манас о деп тұр, көрдің бе? О емес ол, 0 деген сөз. Не? 0. Позор. Әкем көрсе ғой шіркін тақтаны ше, 5-ке оқитын деп айтатын емші. Дәулет мырзам құттықтай келе шапалақ соғып қойыңыздар, біз екінші сұраққа көшеміз. Ай, тамаша. Екінші сұрақ. Оқи берем ғой, иә? Шоудың музыкасы да күшті екен ше. Дайындалыпсыз. Нешінші сұрақ, ну? Екінші сұрақ. Малай саңсаң плюс 1 балл. Бізде жаңағы мән беріп отыруға да балл беріледі. Әрбір сөзге. Менің айтқан сөзімді, әрбір сөзімді тасқа қашап жазу керек қой негізі қазақ халқы. Иә, мен жасап қой, уже заказ бергем жаңа 1-2 сөзді. Мен баллончикпен жазып жүрмін Есентай жақта кәдімгідей. Рас па? Иә, деймін. Плюс 1 балл братан. Ойбай рахмет. Тамаша. Тасқа қашап жазған рас қой ол. Жоқ, просто Анжел мен баллончикті жаңбыр жауған кезде өшіп қалған көрдім да. Өлі. Мен таспен қашаған кезде никак ол. Минус бол онда. Таспен қашалған. Тасқа қашап жаздың да. Иә, жазылған. Таспен. Тұрсынбек, нижний пробел, бүкіл шоудың көтіне айратып жазып қойған бәрін. Плюс 1 балл. Таспен қашалған тастарды бар ғой, Акимат алып тастаған. Минус балл онда. Алып тастапты. Ол алып тастаған, бірақ солдағы жазу әлі тұр дейді ғой Акиmatта. Қой мынау, нашар болды деп ойлаймын. Мен фамилиямды ауыстырамын. Тұрсынбеков Дәулет деп қоямын. Міне шөлпет ағам. Мол ма? Иә. Бля, 5 балым тұра берсінші. Тұра берсін, иә? Артық кеттім. Болды ғой. Халықта сезіп отыр ғой, артық кетіп қалғанша. Болашақты болжап қоюға бола ма? Иә. Қазір мынадан кейін 3-ші сұрақ. Үшінші сұрақ, Может, сен 4-шісінде оқығың келеді шығар. Рас. Минус қоя сал. Мен бітіре салуым да мүмкін мына жерде. Иә? Иә, Манас мырза, 0-да тұра беріңіз пока. Жарайды. Иә, екінші сұрақты оқиын, мұқият болыңыздар. 1920 жылы Тур де Франс жарыстарында қатысушылар әдейі жолдың бойында күтіп, кафелердің әжетханаларына тығылып, велосипедтерін ұзақ жөндейтін. Неге? Алло. Не? Алло, Франс, бонжур, мерси. Жауаптарын айтып қойды француздар жаңа ғана звондап. Енді Францияда велосипедтен жағыз болады жу. Сөйтіп жаңағы қаншама велосипедтер ол жерде бір-бірімен жағызады жу. Бұл жерде не үшін туалеттерге тығылады жу? Оны айтады бізде жүбақ намысто да басталды деп қойды. Енді бұл енді жаңағы әзіл ретінде кішкене осыған бір деген. Тоқпала бәшет. 1920 жылы деп отыр. Адам жоқ па болған? Тур де Франс жарыстарында қатысушылар әдейі жолдың бойында күтіп, кафелердің әжетханаларына тығылып, ойларына келген істеген ғой, короче, велосипедтерін ұзақ жөндеп. Стиль таза Қызылорда. Міне бастады. Оянды. Ал кәнеке. Бұрында дышыда білесіңдер ма анау? Бәрі жүгіріп бартқан кезде өтірік бау байлап, дем алып, уақыт созып сөйтетін едік қой. Сондайдың ауқымды түрі ғой. Глобалды түрінде. Уақыт созып, өздері асықпайды. Сабақ бітсе екен деп, өйткені кейінгі келесі сабақ жоқта үйлеріне қайтады. Мен осыған қосып есептеп жүрсеңіз. Екеуміз бір счетпен. Тур де Франс деген дыш емес қой дирек. Жоқ, ауқымды. Дәудіші ғой, дәудіші. Ол жаққа жеңу үшін бармен адамдар қатысып. Өйткені неге десеңдер, ол кезде велосипедтерінде орындықтары қатты болған ғой, ағаштан болған, көті ауырып кеткен ғой, айдай беріп, и сәл тоқтап велосипед жөндеп отқан сияқты көтін андай кішкене жұмсартып алып, кішкене демалдырып, сосын барып айдаған. Қажал кеткен ба көттер сонда? Просто бір екі рет айдаған мен сондай болып қалған. Жарайды, жаным аш кетсе. Сен просто сиденесіз айдадың ғой жол. Иә. Подсказка сиденені алып тастадың ғой өзде. Сиденесіз айдаймын. Подсказка бере ме? Подсказка? Иә, подсказка болған. Подсказка берейін, олай болса. Олардың мақсаты ең соңғы болып келу болған. Алло. Аңсаға мырза. Алло. Енді 1920 телевизор жоқ. Bubble tea жоқ ол кезде. Біраз нәрсе жоқ қой. Иә, ол кезде Nike'тың 2 кроссовки да бір заводтан шығатын кез. Иә. Сол 1920-лар ғой, ол кезде деген вот енді Ленин көкеміз жаңа. Мен көкем емес вообще-то. Ленин көке. Ленин біреудің атасы. Тойында жатамыз. Иә, сөйтіп. Тамаша әзіл. Тұрсеке. Бір бал. Бәрі бір балдан беріңдер. Күтті бәрі. Мен сонда бір балым неғып. Күшті екен өжі. Қолыңда билік болғандай жақсы. Иә, енді
соңғы орын Сен алғанға жақсы билей екенсің, бірақ таратып беретін. мен айттым қолда Енді- дайынмын. соңғы келгенге көбірек подарок береді. Стиль Соңғы таза келген Қызылорда. көп. А? Естілді. Стиль таза Қызылорда. Соңғы орынға Естілмеген сияқты. Естілді. Естілді ма? Иә, Ары қарай естілді өзің ма? айт онда. Мен ойымша былай сияқты. Жаңа соңғы келген адам жеңет деді ғой. Иә. Үшінші орын алған адамға 3 бөлмелі пәтер береді. Екінші орын алған адамға 2 бөлмелі пәтер береді. Бірінші орын алған адамға 1 бөлмелі пәтер береді. Соңғы орын адамға Соңғы орын ол неше адамға? 100 адам 200 орында қатысады. 200 бөлмелі пәтер береді. Немене біле олшы? 1900. Бір ЖК бере саламыз онда? Мысықтардың Бере салады. общагасы ма неме 200 бөлмелі. Стиль таза Қызылорда. Стиль таза айта ғой. Бұл бір жыл бұрын жаңа 1919 жыл болған Иә. ғой осы Тур де Франс. 19-да бірінші орын алған адамдарға енді азын аулақ сыйақы берген. Соңғы орын алғанға 200 бөлмелі аяған ғой соңғы орынды бәрі аяп бүкіл бизнесмендер жиналып мынаған да бір жақсы бір көлік па бірдеңе алып берейік деп. Келді қайта сорлы деп па? Иә, соңғысына көп сыйлық беріп жіберген ғой. Өлқамай тіркеген үшін деп. Вот бір жыл бұрын сондай болғанда, сол келесі жылы бәрі соңғы орынды аяйды дегенде бәрі соңғы орын болғысы келген ғой. Күйткен негізі. Тамаша. Иә. Аса сіз қандай жауап айттыңыз маған? Соңғы орын келгенге көбірек ақша береді дедім. Соңғы орын келгенде. Мен негізі Сөйтіп бастап айтты ма бердім негізі? осының бәрін. Сөйтіп айтты да, бірақ Мен ана не оның дедім? түсіндірмесі жоқ та. Осының арғы Несі жаққа жоқ? жоқ. Түсіндірмесі. Мынаны мен айттым Түсіндірмесі мен. жоқ. Түсіндірмесін айтып бердім. Тұрсынбек мырза. Түсіндірмесі сен айттың, е? Мен түсіндірмесін Шериф мырза. Ой. Жоқ, бұл 19-шы жылғысын неменеге айтып тұр? 20-шы жыл болса Тур де Франс. Вот не үшін Мына деген командадан ауызбіршілік кетті ағайын. Жоқ, сіз шешіңіз енді. Мен Өзіңіз шешейін білесіз ба? ғой, иә, өзіңіз білесіз ғой. оны. Сізбен санасыз. сіз шешесіз және сіз әкесіз. Мен шешкеннен білмеймін. Екеуіңдікі ұнап тұр енді. Мақтаңдар енді мен бірдеңе істемеген. Енді білмеймін енді қандай мақтау айтайын десем бәрін естіп қалыңыз ғой сіз. Тұрсынбек сыйла. Мақтай беріп те Тоқтаңыз. олсақ қазір Талғаттың жауабы өте дұрыс. Керемет. Талғат мырза нақты жауап берді. Тамаша, құтты болсын. талапты жауап дұрыс па? Тұрсынбек не істеді? Бірдеңе алып тастады ма сізден? Тер ақпарат. Ойбой, Тұрсынбектен минус іздеп отырсың ба сен сонда? Екеуіне бір балды бөліп бердім дейді. Тамаша. Иә, дұрыс жауабын айта өтейін. Соңғы болып келу арқасында жарысқа қатысушылар құрмет пен контракттарға ие болған. Ортадағы біреу болып келгенше соңына дейін шыдап, соңғы болып келгендерді құрметтейтін болған екен. Тур де Франста кезінде. Тамаша. Жынды Ана болып сөз содан қалған. кейін шыққан ғой. Алды болма сөз тиеді, арты болма көз тиеді, ортасында жүпақ дейді. Ортасында Жерар Депардье. Иә. Ортасында Жерар Депардье, Иә, Зидан. керемет Талғат пен Аңсағанға қошеметтеріңіз. Ал біз олай болса, келесі сұраққа көшеміз. Дуғал шапалақтаңызбен. Кеттік ал. Ай, тамаша. Го, Ал го, го. келесі сұрақ бізде видео сұрақ екен. О, видео сұрақ. О, Видео видео сұрақ. сұрақтар жақсы Иә, көремін. видео Сұрақ, сұрақта келесі сұрақты видеодан бізге сонау Аягөз қаласынан, Аягөз деген Хан жалпы жіберсе. Аягөз жайлы не білесіздер? Аягөз қайда барасың? Жалпы Аягөзде кім туды деген жалпы жаңағы сұрақ қойғым келеді. Аягөзде ең атақты, ең мықты жүргізуші Тұрсынбек Сіләмбеков дүниеге Ой, келген. рахмет. Ой, рахмет, Аңсаған бір бол. Бозай, Әлбозаевич. Дәлірек айтқанда Дәлірек Бозай ауылынан Иә. міне. Әне, Бозай ауылынан. Және осы жерде кішігірім өзімнің рекламам болсын. Тұрсынбектің инстаграмы Тұрсынбек Нижипаев Сіләмбеков емес, Әлбозай. Иә. Тіркел қойыңдар бәрін. Әл-Фараби Тамаша, иә, бір бал Аңсаған мырза, Талғат мырза, сізге де бір бал берейін. Жалпы айтып өттіңіздер, мен туған жерім жайлы. Сіздермен араласпайтыныңыз көрін қалды енді. Келесі сұрақ, сонау бізге Аягөз қаласынан менің туған анам. Иә. Нұргүл апайларың жіберді. Дұрыс. Нұргүл апайымыздың. Дұрыс айтыпты. Уже дұрыс жауап емес ол кісі. Нұргүл анамыз дей берейік. Жынды ғой деймін. Нұргүл анамыз ғой. Біреудің мамасын ортақтаспашы, енді өзім мамам. Жынды ғой деймін. Нұргүл анамыздың кәсіпкерін айтшы. Менікін айта салайын, сондай. Иә, сол Нұргүл анамыздан видео сұрақ келіп жетті. Олай болса тамашалайық видеоны. Қоссаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сәуле, мен Шымкент қаласындамын. Бәсе, сөйледі ғой кісі деп қой. Кім мына кісі? Или папаңыз Қайдан қош, Шымкентке қайдан қош? бір іс-сапарлармен. Шымкенттен шығар. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сәуле, мен Шымкент О, қаласындамын. Жека. Ана біле. Мамам емес деген атмен мамамды ойлап қалдым, айып етпеңіздер. Иә, қоса беріңіздер. Менің сұрағым,
таяу шығыс елдерінде кәсіби итерушілер деген мамандық бар. Бұл мамандық не үшін керек? Алло. Қалай? кәсіби Манаста 10 болды ма? Иә. Таяу шығыс елдерінде кәсіби итерушілер Сен деген сатып мамандық аласың ба бар. сонда уже? Бұл мамандық не үшін керек? Таяу шығыс деген қай жақ ол? Қытай ғой, Шығыс Қытай. деген, Кәсіби итеушілер. Тәтемізге жауап беретін болсақ, таяу шығыс деген Қытай ғой негізі, Қытай сондай Япония сияқты емес па да? дәл өзі сондай. Кезінде Қытай қалай көбейді деп ойлайсың миллиардқа? Кәсіби итерушілердің арқасында. Дейтін вариант бар. Иә. Сосын андай да бар. Андай бар ағай. Ағай мен айтайыншы ағай. Айта. Андай бар. Андай тачки терген ғой бәрі. Анандай не ұлы Қытай қорғаны дегенде тачкімен жүретін болған. Тек Қытайдың балалары тәшкі сүйрейді базарларда. Иә. Сол кезде папалар бит ұрсатын. Оқысаң тачки тересің деп. Дәкесіз, 6 бал, 1 бал, минусіне, плюсіне бәрібір емес па? Минус бал дәкеңе. Алло. Аңсаға мырза. Кәсіби Алло, минус итерушілер. болды дәкеде? Болды. Онда өзім жауап бере берейін. Айда жауап беріңіз. Все. Таяу шығыс деген енді ол Қытай деген жаңа елдер ғой қаншама. Енді кәсіби итеруші дейді. Біз нені итереміз? Әрине адамды. Қайдан итереміз? Мосттан. Пожалуйста, андай суицид жасайтын адамдар қаншама қазір. Бірақ жартысы нерешительный. Барата құлайма дейді да, ертең құлайым дейді. И барата артынан кәсіби итеруші барата итереді. Тема дейді да. Так, бұл сағат нешеде? 3-те Бұл болды. жауапсыздықпен күрес сонда, Ау? жауапсыз адамдар өз өміріне жауапкершілік алмайды. Иә, өз өзіне жауапкершілігі жоқ. Ана не істеймін деп жатқан кезде, келдің ба, давай деп итеріп жібереді. Иә, бұған қарамаңыз кәсіби жаңа құтқарушылар бар, екеуі бүйтіп жүре береді да. Мен оларды оқымаппын. Мен кәсіби итерушілерді оқығанмын ғой. Типа андай ғой, екеуі совместно жұмыс істейді. Иә, итеріп жібереді. Оңбағандар ақша жасап жүр ғой, кәсіби итерушілер itер жүреді. Кәсіби құтқарушылық Мен ақша жасап жүрген жоқ. Мен оңбаған емес біздің. Деді аңсағымыз сізге плюс 1 болды. Конечно. Дұрыс емес па не бұл үшін? Бұл жаңа Қытай емес, шатыспаңыздар, Қытай емес. Бұл Жапония мен Корея елдерінде кездесетін мамандық. Ну, примерно. Примерно, Жапония мен Корея елдері. Жалпы Корея елі немен белгілі? Алло. Стиль. Алло. Стильмен және итпен. BTS. BTS деп жатсыз, міне. BTS деп Тамаша, BTS. О, міне BTS. Составын айтпаңызшы BTS-тің. Аман келді. Чонгук. Чонгук. Ой, онда егер реально жауап берсе білеме? Ченгук. Чонгук дейді. Тэхон. Мопальмо. Жумон. Тесо и Жумон осы бесеу. Көгурео бар сосын. Когуре Мари Хёпо. папалар бастықтар. Тәуіп Хожун бар. Мугөл Мудок Мукко. Тәуіп Хожун деген ол Псай ғой? Ей, BTS составын білмейсіңдер ма не? BTS деген не? Чонгук. Blackpink деп сұрасаң Blackpinkті айтып Чонгук сосын. Альфа дегенді білемін. Дженни, Лиса, Росе, Джису. Blackpink in your area. Ойбай. Биасым Росе. Жоқ былай, бір қарасаң Дженни ма деп ойлап қалады екенсіз ше. Ұқсай ма Дженни ға? Плюс 1 балл әкесі. Дженни ұқсайды деген. Дженни алғашы кеткенсің. BTS составын айтып бере алмайсыңдар ма? Тұрсынбектің түріне қарасаң, тек Төреғали тыңдайтын адамға ұқсайды. Негізі BTS-ті білмейтін сияқты. Неғар шуфутинский болып отыр ма? Ол дегеніңіз бірақ сіздің жан жақтығыңызға әртүрлі қырыңыз. Жан жақтымын мен. Жүрегім кей-поп деп соғады. Пожалуйста. Бір BTS-тің ән айтып Эксоның фанатым мен мысалы. Эксоның? Эксоның фанатым мен. Иә. Биасым Чен. Подсказка бересің ба? G-Dragon деген қай жерде еді ол? Ол неде? Биг Бэнгте ол. Ол Кореяда бір. G-Dragon деген ба? Тарих біледі ғой, Биг Бэнгтер. Ол далада лагман Жиһадасын білгенде біледі ғой. G-Dragon деген бар ғой? Иә. Сол мынау нені ойлап тапқан екен. Тұрсынбекке қарап. Ей, манас. Бір бал берейші айналайын. Алло. Не? Алло. Тауып алдым мен жауабы. Енді жаңа сіз BTS-ті келтіріп жатсыз, барлығын кәсіби итеруші деген. BTS деген олар супер мега звезда ғой, почти сіз сияқты. Почти. Сәл жетпейді маған, И олар да, мысалы үшін BTS былай кетіп бара жатқан кезде қасында адамдар жақындайды ғой, соларды ей деп кәсіби итереді. Профессионально ше дейді да. Қарындас, дейді да кәсіби итереді. Сізге керек сондай мамандық. Маған да керек. Төртеу. Рас айтасың Талғат, мен жаман қиналып жүрмін. Плюс 1 балл аңсаған мырза. Дұрыс емес па? Дұрыс емес, бірақ плюс 1 балл. Жауабы BTS деп айтқанға қарағанда, BTS-ті тыңдармандары өте көп қой. Олар Кореяның жалпы сол мемлекеттерінің экономикасын қатты көтереді. Сол себепті
экономикасын кәсіби итеріп көтеріп жатыр дейді. ойбай мынау деген өте Неше логикалық оларда? жауап. +1 балл. типа Тұрсынбек біздің еліміздің экономикасын көтерген сияқты ма? Сол сияқты. Жалпы негізі BTS-ға дым қатысы жоқ, мен просто BTS жайлы әңгімелескім келіп отыр. жоқ бірақ маған ана логика негізі жақсы келді кәсіби Әдемі ғой. Сол сендер бал жаза аласың деп. Тағы бір подсказка берейін ба? иә Мына подсказкадан кейін болды, сөйлемеймін мен. иә Ұят болады әйтпесе, білмесеңдер. Бұл мамандық көбіне метрода кездеседі. алло ойбай алсың ба? алло метродасыңдар ма сен ұстамай тұр алло Айта қойыңыз. дұрыс жауап біліп қойдым бұл енді метрода деген бір жинаған халық халық бір жинаған наған бір енді метроға кіреді ғой Токио деген 20 миллион адам 40 миллион адам тұрады 50 Бір десе Қазақстан. шәкесін. 108 миллион адам тұрады дейді Көп болып кетті 108 деген. 108-ден болашақта ғой енді Иә. 4-5 Токио ше Сізбен санасып жатқан секілді ма? жоқ ондай жоқ Сондай ма тағы? ондай жоқ Сол андай Санасып отыр ма мен? жоқ деді ғой сізге. жоқ мен саған Санасып жатыр ма, атпады ма? жоқ санасып жатқан жоқ Санасып отыр. Санасып жатыр ма? Минус балл саған, санасып Терпила жатыр. ретінде айтайын, қатты санасты. Мен Тағы минус 1 балл онда. ойбай Санасып онда жатыр ма мен маған? дұрыс жауапты айта салайын Санасып жатыр ма? Санасып отырсың. Минус балл онда тағы да. ужас мен бәрібір менен санасып шықты ғой онда дұрыс балды айтып өзім 6-мен алдыға шығып кетейін Иә. енді метрода бір жинаған халық анау бүйтіп есік жабылмайды семейді и сол кезде метрода ана жерде сары бізде жолақ бар ғой мысалы Иә. алматыда айту сондай сияқты сол жолақтың бойында адамдар тұрады да бүйтіп адамдар бүйтіп есік жабылғанша дейін кір пакетін кіргіз дейді да кіргізіп жібереді сол кезде есік жабылады метро әрі қарай жүреді рахмет бұл дұрыс жауап Өте дұрыс жауап. Аңсағанға шапалақтарыңыз. Керемет. Аңсағанға алып қосарым жоқ. Метроға сыймай жатқан адамдарды итерісіп кіргізуге бағытталған мамандық екен. Кәдімгідей солардың пенсионка жүреді ол үшін, адамды итерген үшін. Жақсы ғой негізі. HR бар дейсің ғой, қалай Біреу кіріп бара қабылдау? жатқанда көтіне теуіп жіберсең де мысалы. Ақшамды сол үшін рахат. Жұмысқа қабылдауға келеді адам ше. жұмысқа қалай қабылдайды дейсің ғой итеріп кіреді ше Кәне итерш. Нормально. Жоқ, жұмысқа қабылдадыңыз дейсің Сізді алмаймыз дейді ғой, короче. Жұмысқа. Сосын ата бүйтіп итеріп шығара алмай қойды, сосын алып алады жұмысқа. иә ол жұмыста қалдыңыз онда дейді Күлмейсіңдер ме? Жоқ, болды, бәріне минус балл болды. Сразу күлу керек еді. Мен тыныш отты маған негізі араласқан Онда жоқпын. тиіспеймін. Спасибо жан. Дәкең. Қос қайттан. жоқ тыныш отырған кезде күліп отыру керек еді ғой сізге тыныш от бәрін Іштей күлдім, іштей ниеттендім, іштей дұға қылдым, іштей ниет қылдым. Рас қой, иә? Болды. Дедім ішіне. Сенем. Жай ешкімге тиіспей қояйын, жай бір жақсылығым болсыншы менде. Менде жүрегім мейірімді негізі. Білем ғой. 1 балса. ал кеттік Кеттік. Олай болса, шапалақтарыңызбен келесі сұраққа көшейік. Тамаша. 4-ші сұрақ. Өте қызықты сұрақ. Тап келесі сұрақты оқиын деп отырсың ба? Тіпті нағыла бермеңдер енді. Өзім настроением болған кезде берем. Неге Индонезиядағы кейбір тайпаларда өлген адамның телефонымен бірге және де тірі тауықпен бірге жерлейді? естілді. Анау слифтер тарап кетпес үшін деп. Тауықпен Өте актуалды, Иә. Тауықпен мен слива. слифімді көргендер бар ма деп лақ кетсең жындықсың. Жоқ ондай өтірік айтамын. алло Әлі тарамады. Таратқым келді негізі, айта беріңіз. алло о енді неге жаңағы телефонмен дейді ғой өткен паролін ешкім білмейді Тауық ше. тауық неменеге оны айтасыз мен телефонда айтып тұрмын Дұрыс, тауық ше. тауық Бұлт кетіп ғой мен тауық деп тұрып қой. тірі тауық Тірі тауық? иә Тірі неге тауық. дейсіз ғой Неге? иә оны білмедім Минус балл. басында күшті Міне, бастырды Индонезиядағы кейбір тайпаларда өлген адамның телефонымен және де тірі тауықпен бірге жерлейді екен адамды. Неліктен? алло Естілді. естілсе айта бар Мен ойлаймын, оларда андай тұжырым бар. Арғы өмірге барған кезде сол телефон пайдаланады және жалғыз жүрмесін деп жанына жаңа тірі тауығын қосып жерлейді деп ойлаймын. ойла тірі тауығын Манас мырза, сізге +1 балл, жақын қалдыңыз. Бұл Рахмет, шынымен де Тұрсынбек мырза. Индонезия халықтарының наным сеніміне байланысты екен. Арғы өмірде алло Иә, Аңсаған мырза. қалайсыздар Жақсы, аман есен, өзіңіз қалайсыз? жақсы Болды менде ма дұрыс жауап бар екен айтып жіберсем Дұрыс жауап айта қойыңыз. иә дұрыс жауап былай енді телефон деген дұрыс па +1 балл, о тамаша. Иә.
бұл өзіміздің невнятный языгіміз деп аталады. Неге жақсы айтты? Иә. Алло, Иә. тауық деген не қызмет атқарады ол? Конечно, ол тауық министрі. Ол енді ар жақта тауық деген... Тауық министр. Тауық министрі. Талғатты күлдіріп. Талғатты анамнау адам күлдіріп. Бір бол тауық министр деген үшін. Уверенно. Алло. Иә. Жарайды. Дұрыс жауабын жер жаңағына. Енді бәрін біліп тұрмыз енді. Тауық деген ол, мысалы үшін, қазақта жылқы, Индияда сиыр, Америкада жираф, Америка жираф? Сахарада түйе, Африкада лев. Яғни өзіңіз. Алыстан келді. Минс берем деп отыр едім, айналайын жайды. Ештеңе бермейтін болдым. Пока что нөлдің өзі құдырет. Тауық бір қызмет атқарған, иә. Мысалға ол халықты тағы бір етіп айтайын. Олар жаңағы өзінің өлген туысқандарын, жаңағы таныстарын біраз уақыт өткен соң қазып алып, соның бірге фотосессия жасап, яғни олар жаңағы арғы өмірде жаңағы өмір бар деп сенеді. Сол кезде тауық өлілер мен тірілерді байланыстырушы деген, байланыстырушы. Тауық телефон алып звондайтын өлді-ау деп ше. Келе бер деп фотосессия істейді. Сіздер ана дауыстарыңызға кәдімгідей. Алло. Өлілер мен тірілерді байланыстырушы бұл тауық. Дұрыс, керемет. Аузыңызға сап едім ғой кәдімгідей. Мен айтқаны бәрім. Сіздікі де жақсы. Плюс бір балл. Екеуің бөліп беріңдер балл. Спасибо. Нақты бейді екі адам дейді, 2 балл бере салатындай болмады да. Таба алмадыңдар да. Білімсіздер. Көптеген жобада болдым, бірақ бұндай пайдалы ақпараттар ешқайсысынан алмаппын. Ертең мысалы біреу сұраса Индонезияда не үшін тауықтар біреу көмектесіп біліп жүресің. Иә, әрине. Уже пайдалы ақпарат. Өмірімде пайдаланамын. Бұл Тұрсынбектің арқасы деп білемін мен. Тапқырлығы деп білемін. Мана сен бүгін былай сұрақтарға жауап беріп алсай балдарды хотя бы. Айналып кеп Тұрсынбек бақсаңдар мен. Хорошо, түсіндің ба? Бәріміз бірінші партада отырып. Кейбір тайпалардың наным түсінігінше тауық тірілер мен өлілер арасында курьер сияқты хат хабар тасушы рөл атқарған екен. Курьер. Ал телефон енді курьерға керек қой, заказ қабылдағанға неге жаңағы. Еще басқа домды көрсетіп тұр сіздікі дейді. Иә, сондай ғой. Басқа мәйітті көрсетіп тұр аға дейді. Басқа жүріп аға дейді. Мен точкаға келіп тұрмын, қай жерде? Жердің астында. Иә. Кодты айтып жібересіздер ме? Ал, тамаша, керемет. Олар тауықтар код сұрамайды. Олар былай айтады. Код. Ай, тамаша, аңзаға, молодец. Осындай нотада келесі сұраққа көшеміз. Шапалақтарыңызбен, тамаша. Ал, бізде келесі сұрақ ол блиц айдары, яғни біз соңғы орында келе жатқан біздің қатысушымызға шанс береміз. Алға шығуға я болмаса теңесуге алда келе жатқан қатысушылармен. Ол бізде Талғат мырза екен. Кім ол соңғы орын? Талғат мырза, сізбен блиц ойнайын деп жатырық. Тамаша, енді бүгін бір керемет менің жалпы мерейім үстем қылып жатсыздар. Маған әлі аз болып жатыр ол. Аз болып жатыр. Соңғы Талғат мырза, сіз мені мақтап өлең шумақтан шығару керексіздер. Ұнаса сізге 5 балл берем. Осыдан ұнамай ұйқаспайға батса 10 балл алып тастаймын. Ұнаса 5 балл ма? Ұнаса 5 балл. Сен былай суырып салам ба? Суырып салам ба? Ойдан. Сен суырып салдың, уже бір балың бар, молодец. 4 жол. 4 жол ма? 4 жол. Кеттік ендеше. Суырып салып сол жерде қалып кетсе ішінде. Шықпаса ішінен. Сен бастаймын. Бұра бер. Тұрсынбек не деген керемет жан. Бойында жүріп жатқан тұлғалы қан. Ұйқасу керек сәл. Жан мен қан кеп тұр ғой. Кетті ғой. Екеу бір-бірімен болды. Аяғының мына жері саған деп ұра берсей дәші. Біліп қойдыңыз ғой үшінші жол. Таңертең атқа жексе шеті таң. Міне. Енді әден өтіріз сан деп. Тұрсынбек неткен керемет жан. Бойында ағып жатқан қандай салайын? Тұлғалы қан. Мықтылық қан дейді. Мықтылық қан. Мықтылық қан деген не болшы? Қаның мықты да, мықты. Тегің мықты деген мағына ғой. Тектілік қан дейсіз? Тектілік қан. Мен ақ көмектесіп отырмын. Өзіңіз туралы өлеңді өзіңіз жазып отырсыз ба? Соны айтам. Ойбай, бүйтсей. Мына білмейді ғой, мына білмей отыр ғой. Тұлғалы қан, иә? Иә. Қандай жануарға теңередің деп сұраса? Мына дәл уже анекдот болып кетті ғой. Бір күні қоямен қасқыр жолда келіп тұр деші. Сөйтіп бір күні бүйтіп сұраған ғой. Деп сұраса? Қандай жануарға теңейсің деп сұраса?
ойланбастан арыстан аң. Мына ше Аң дедің ба маған? Арыстанның аңысың деп сол. Арыстандай айбатта деген келтіріп тұрған ғой. Сенің тірліктерің бәрі аңға сәйкес деп. Аңыңды шығармасын қазір. Сол ғой. Аңыңды шығарып жүрем қазір. Талғат басынан бастап айт дұрыстап. Жа бейші, досым, аю отыр. Аң балын алып сияқ та? Бейші, аю отыр партада, екі қолы қалтада. Мұғалім сабақ сұраса, Тұрсынбек не деген легенда дейсасай. Өзің білетін 4 жыл өлеңді бірінші айтшы маған. Жаңағы өлеңді дұрыстап қайтадан шатаспай, мүкіспей айтып беш, мұқалмай. Давай. Берем 5 балл. Жаңа шығарғанды өзің. Өзім ба? Иә. Өзім шығарғанмын ба? Иә. Ол одноразовый береді да ол, болды уже анау. Бір-ақ рет жіберілетін фото болды WhatsApp-та. Тұрсынбек. Бірден айтып берсем бересіз бе? Берден айтып берсең берем. Тұрсынбек, неткен керемет жан. Бойында ағып жатқан тұлғалық қан. Қандай аңға теңейсің деп сұраса, ойланбастан арыстан деп жауап берем аң. Ладно. Ей, 5 балл болмаса да 3 балл беретіндей болды және. Ұнады ғой жауап берең, иә? Ұнады жабылаққа қойыңыздар. Тамаша. Негізі жақсы ғой. Ал. Жақсы ғой. Тамаша. Мұқалмай айтып шықса, керемет. Бірақ енді өлеңге жолама талған. Егер енді өлеңге жоласаң, аң деп осың. Рахмет, шапалақтарыңыздың келесі сұраққа көшсек осы жерде. Тамаша, бізде келесі сұрақ. Бізде керемет. Сіз ойламаңыз да текст табу сұрақ деп мида жүрді деп. Бізде келесі интерактивті. Затты тап айдары. Құпия зат студио. Дайындалған. Рахмет. Мен, алло, тауып қойдым құпия затты. Адик. Байғысқа бір костюм әперу керек еді. Кен костюм Келесі сұрақ. Затты тап айдары. Мынандай магазиннен шығасың ғой. Любой бір продуктовый магазиннен шыққан кезде. Естілді, мен таптым. Мынау Америкада, біреу жұмыстан шығып баратыр да, и заттарын бәрін коробкаға салып алды. И заттарын бүйтіп баратыр. Сол Америкада жұмыс істейтін бір адамның ішінде заттары. Сұрақ секонд-хендтен. Сұрақ тыңдасыңдаршы бірінші. Маған құпия коробкадағы зат түзу жолдан адасқан адамдарға көмектеседі. Түзу жолдан Сен білет жарсың да айтсаң Иә. Бұл компас қой, компас. Компас. Өте керемет. Аңсағанға 1 балл. Компас. Жоқ, мынау Иманды. сай коробка таппадыңдар ма деген кеп тұрмын мына жерде. Өзің тұратын коробкаңды алып келіп алғансың ба, айналайын? Иә. Аңсағанға 1 балл, ол келесі сұрақ осы компасқа байланысты. Бір-бірлеріңізге өткізіп көрсеңіздер болады. Перегар барады көрсеткен. Вазелинға ұқсайды екен. Ондай нәрсе жемейді екен. Жейтін нәрсе ма? Неме? Иә, компас. Ежелгі Қытайда компас ойлап табылған кезде оны алғаш болып теңізшілер мен саяхатшылар емес, мүлде басқа адамдар пайдаланған. Ол кімдер? Мұсылмандар. Иә, Дәулет мырза. Жаңағы коробканы алып келген бала. Кім болып істейді ол? Реквизитор. Ежелгі Қытайда реквизиторлар болғанбыз? Ежелгі Қытайда соқтан шыққан ғой? Шурум-бұрум бәрі соқтан шыққан ғой. Жігіт ежелгі Қытайдан шыққан ба? Адик қой ол. Тастақта тұрады ғой. Сұрақты басынан бола ма? Бұны негізі Индонезияда көмген бұны тауықпен бірге ше. Бұл сол тауық андай сәл қуатын тауық болған, топырақ жеп адикті жердің үстіне давай. Ладно, өзіме прикольно болып көрінген жаңа. Минус балл деп ойлаймын енді Әке мырза. Бля, сөйлемей отырып 5 балл. Сұрақты бола ма басынан? Болады. Басынан қойын ба сұрақты? Ежелгі Қытайда компас ойлап табылған кезде оны алғаш болып теңізшілер мен саяхатшылар емес, мүлде басқа адамдар пайдаланған екен. Естілді. Менің ойымша бұны қытайлардың өздері пайдаланды. Жануарлар пайдаланды деп айтқан жоқ қой? Өзбектер пайдаланбайды ғой Қытайда жүріп бұны. Қытайлар пайдаланады, дұрыс қой. Енді жапондар мен кімдер пайдаланбады дедің жаңа? Жапондардың теңізшілер мен саяхатшылар деп тұрмын мен. Сұрақты дұрыс. Теңізшілер мен сіздің сонда сөздеріңіз анық емес дегісі келіп отыр. Жоқ, түсініп қойып отырмын. Минус балл маныс. Айта бер бірақ минус балл. Имамдар пайдаланған бұны Қытайда. Құбыланы түзу жолға түсіреміз деп. Кім пайдаланады? Жаңағы итеретіндер пайдаланған. Өйткені итеретін адам қайда екенін білмейді да.
сөйтіп итеретін адамын компаспен тауып алады да бүйтіп о ана жақта екен ғой дейді да итеріп жібереді мынау берекесіз болып кетті деп соны айтамын. берекесіз. Минус мол. минус бол плюс бол. Жаңа сіз негізі дұрыс жауапқа өте жақын вариант айттыңыз негізі. Ұлымай Қандай қалдыңыз вариант? да просто. қайсыны Осыны? Үрмей қалдыңыз да жаңа. неге өрмедін өрттің Ләп еткізіп айта салдыңыз да бұның алдында. Үрмеді. бұның алдында үрді дей ма? бұның алдында не айттым имам дедім ғой. имам Алло. Аңсаған мырза. Иман деген енді иманнан шығып тұр ғой. Ал Қытайларда қандай иман бар? Манах. Шаш жоқ. Шаш жоқ манақтар қолданған. Иә. Не үшін қолданған? Не үшін? Иә, парикмахерский қайда екен деп қолданған. Сөйтіп таппаған ғой парикмахерскийді. Сол үшін бәрін шаштырды. Парикмахерский. Жүзіңізде бір күлкі пайда болды мынау. Мынау енді бір жақсы, бір балл берейін сізге. Аңсаған мырза, бір балл берейін. монах ше бля он такой делает Бәсе? мне кажется андай сәл озабоченный монахтар болады ғой Иә. сөйтіп ана монашкалардың қалтасына магнит салып жібереді да сөйтіп таппай қалады ғой анау магнитқа реакция береді ғой білесің ба сөйтіп бүйтіп таудың арасында іздеп бүйтіп Негізі қызықты бір балл берейші. Потом артынан айтпашы не болған. Тамаша, негізінде Талғат мырза ойыңызды аяқтамай қалған сияқты болып тұрсыз. Не айттың? Беткен ғой. Сөзіңізді айтсаңыз бір әдемі. Стиль таза Қызылорда. Қатыр, уверен айтшы, Қызылорданкісің ғой сен. Стиль таза Қызылорда. О, Уверен айтшы. Мен Қызылорданкі болайшы. мен қатты айтып ойба Белучиде үш адам болушы еді мен Қызылорданкі болсам. алло. Саламатсыздар ма? Аңсаған мырза. Алло, енді мен айтпаймын ба? тұжырымды. Сен Айта ғой, жарайды, айтсын. Бір монах болған ғой. Монах болған. Сөйтіп мына компас қымбат тұрады. Бұны алу үшін Феррарин сатып. Сөйтіп алып тура жол тапқан ғой. компасы бар адамдар ешқашан қардаймайды. Сәл нағылады екенсіңдер андай. Мана сөйлеші бірдеңе деп жынды оқығасың. Жоқ, қараңыздар. Подсказ кен, нақты подсказ кен де. Монахтар жалпы феншуй дейтін ілімді жалпы олар практиковать етеді. Феншуй деген, иә. Жалпы сол феншуй арқылы олар Шаштан кеттірген. Стройкаға қолданған екен. Былайша айтқанда. Алло. Иә. Алло. Монахтар енді дұрыстап стройка ету үшін жаңа өздерінің храмдарын былайнан бүйтіп қояйық, өйткені мына жақтан күн түседі, мына жақтан жел келеді, оңтүстік солтүстікке қояйық, өйткені солтүстік батыс желі бар деген сияқты. Солай ойлайсыз ғой жалпы. Ойлаймын солай. Аңсаған чисто уверенспен алып кетіп тұр мен жігіттер. Уверенспен ба? Уверенспен дұрыс жауап беріп тұр. Дұрыс жауап беріп тұр. Пожалуйста. Иә. Тамаша. Мен ойымша аңсаған негіз бүкіл сұрақты жауабын білетін сияқты. Әшейін бізді ермек қылып, үшеумізді алдап отқан сияқты да ше. Мына тупойларда бір нәрсе айтып көрсін. Дұрыс жауабын оқуға бола ма? Аңсаған жасайды ғой сұрақтың бәрін. Бәсе сондай бір нәрсесі бар ғой. Біз көтке кірумен ұпай алып отырмыз ше, үшеуміз ше, мынау жауап беріп отыр бала. Істеп отыр. Мен ән шығарғаным бар ғой. Тағы айтпеш, 5 балл беремін сол. Есіңде болса. Тұрсынбек, ең керемет жан. Тұрсынбек. Уверен болсаң айтпай қойын. Керемет жан. Бойында ағып жатқан тұлғалық қан. Қандай аңға теңейсің деп сұраса, ойланбастан арыстан деп жауап беремін аң. Тамаша. Өзгеріп баратыр ғой. Өзгеріп кетті ма? Или берейін ба бал? Берейін ба? Точно ма? Өзім білетін жан. Болды, бермеймін. Олай болса, келесі сұраққа көшейік шапалақтарыңызбен. Талғатқа плюс 1 бол. О, Талғат жетіп қапсың маған. Келесі сұрақты оқиын, олай болса. Енді бір өлең шығарсың. 8-ші сұрақ. Сонымен бағдарламаны жабайын. 5-ші сұрақ. 8-ші сұрақ. Ай, тамаша аңсаған. Исландия арасында Исландия аралында жоқ, бәрін қуайын дедім. Ұмытыңдар ұнан бәрін. Исландияда арасында жұмыс офистері Solar Free аталатын үзіліске кетеді. Ол кезде қандай жұмысшылар жұмыстарынан толықтай босатылады? Қандай free? Solar Free.
бұл қайдан пайда болған Solar free. Сосын оқыш қайттан. Исландияда Аха. арасында жұмыс офистері Solar Free аталатын үзіліске кетеді. Ол кезде жұмысшылар жұмыстарынан толықтай босатылады. Бұл қайдан пайда болған үзіліс? Алло. Солардың Стиль таза флоты. флоты, Талғат мырза. Алло. Исландия деген ол. Айта бер. Исландия дейтін бұл жаңағыдай Жақсы. қараңғы тез батып кететін жер емес пе, Мгм. иә? Сол жаңа Solar Free деген анау адамдар темасына кетеді. Енді мен кішкене, қой, көмекті, до конца айтып жібер. Д витамині жетіспейді. түршіп барады, Вот сондай бір нәрсе айтқым келді да. Күн сәулесі, айт, осыны Күн айтшы. сәулесі жетіспей Иә. кетіп қала береді да адамдар. Сол кезде Кетуіне далаға рұқсат. шығып 10 минут Д витамин албаңдар деп айтшы. Далаға шығып 10 минут Д витаминін алып алды. плюс бір бол, тамаша. Иә. Негізі жақсы уақытта келесіз. Жақсы уақытта. Сәл басқалай болып отыр да. Бұл жерде жаңағы жұмыс арасында офистағы адамдар Solar Free дейтін үзіліске шығып келеді. Бұл кезде жұмыстан босатылады. Яғни жаңағы Solar Free деген климат. Алло. Аңсаған мырза. Алло. Түре аңсаған ғана керек сияқты. Сол андай сен бір нәрсе алло деп кіріп келе бер біз. Алло. Значит, Біз жерде ауа райы деп отырсыз ғой сіз, иә? ақшаға жоқ билесен. Манас екеуміз тұрсынбек кешіп 5 мыңнан жіберіп мынақа отыра салайық та біз негізі көрермен болып аңсағанның жаңа ең басында алло деген орнына қанағаттандырылмағандықтарыңыздан дегенді таңдап қоймағанына Жоқ, менше қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Сен дегенде Гомай тез айтып тұр ғой. қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Если хотите, давайте поменяемся. Вообще, Аңсағанбыз айта беріңіз. енді сіз ауа райына байланысты дедіңіз ғой. Көңіл күйде қалай қаламай. Ауа райына байланысты. Исландиядағы біздің ауай. Кейде былай. Мен айтам ғой. Осы ретсіз айтасыз. Мен өткен соттастым ғой кіммен. Күшті өлең. Күшті өлең. күн шыққан кезде ол жақта күн көрінбейді ғой. Solar дейтін это загар негізі. Загар деген сөз ғой. Иә. Мен зарплатадан з-дан басталса бұл бәрібір емес пе сол? з деген соған қойғым. Загар алатын уақыт деген сөз. Күн энергиясына жатайық, далаға шығайық. Күн өзі айына жылына бір рет шығады ғой деп. Керемет. Дұрыс па? Дұрыс. Ойбай, Керемет. Шабалақтарыңыз Дәулет мырзаға. Ай, тамаша. Иә. Исландияда жазды күндердің өзінде максималды жылылық +10, +15 градус құрайтындықтан, егер далада жылы ауа райы тұрса, офисте шығып серуендеп қайтуға мұрша беріледі екен. Олардан күн жылы болған кәдімгі праздник. Сондай да. Бізде Қазақстанда жылы күн мысалға. Неғып шүкір етпейміз соған. Деп андай шапалақ ұрғышысын беті. Олай болса, бізде бүгінгі сұрақтар легі осымен тәмам. Тамаша. Иә, тамаша. Аңсаған мырзаны бүгінгі жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Тамаша. 11 балмен, до свидания. Мен бар ғой. Жетектейтін адамы да жоқ бұның жеке дара деген. Сен дәке екеуін қосылсаңдар да жетпей тұрсыңдар. Аңсаған мырза жеңісіңіз құтты болсын. Рахмет, бұл жеңісімді. Бірақ та бізде сізде асықпаңыз жеңісті. Иә, вообще асығып жатқан. Иә, бізде супер ойын деген бар. Иә. Яғни сіз міне гарантированный түрде 9800 теңге ұтып отырсыз ғой. Иә, 9800. Иә, мен бұл бір квартира алған ба деп отырмын. Қазір егерде супер ойынға қатысып жеңсеңіз, біз үстінен 570 теңге қосып береміз. Ё-моё, Берем конкретно 570 теңге. Оған аңсаған ғана қатыса ала ма сонда? Аңсаған ғана ғой. Спонсорларың жұмот па? Или сен жеп отырсың ба? Жолай негізі. Не деген суммалар ғой? Ақша ғой 900 деген. Тойынға не кезіндесің десем менсінбейсің ба? Мен разымын. Разысың ғой. Мен разымын және ойнаймын. Болды. Сұрайды ертең Тұрсынбек разылығын алдың ба деп. Айка анау бастығымыз. Соған айтсыншы ақша менен не ақша маған. Оның еще налогі бар. Мен гонорарым міне мынау. Не ол турецкий пересадка ма? Мынау міне. Шынды ғой деймін. Міне сіздерге мысалы мынандай шанс бар мысалы. Манас мырза сіз жеңіп қалғандай пішіңіз ашып отырса бүйтіп. Мен қазір сұрақ оқимын да сол варианттарын оқимын. Сіз көмектессеңіз болады аңсағанға. Я болмаса дұрыс жолы тайдырып бүйтіп мынау дұрыс ау деп сөйтсеңіз де болады. Аяқтан шалса да бола ма? Аяқтан шалса да болады. Аяқтан шалса болады. Онда мен аяқ киім шешіп тастаймын. Тура Қазақстан сияқты ғой бізде. Біздің шоу ше екен. Ал кеттік. Сұрақ қайдан шығады екен? Все, кеттік супер ойын. Осымен тез оқып аңсағанды. Шынымен білімді ме екен? Әлде удача болды ма шейін анықтайтын боламыз. Енді қоясыз ба? Әлемге әйгілі халықтың сүйіспеншілігін тудырып, елдер арасындағы қақтығыстарды түбегейлі жойған Кенталдың бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде әнінде ең көп кездесетін сөз қандай? А. Бірлік. Халқым. Б. Елімізде.
В биле. Осы төртеуінің біреуі деп ойлаймын. Осы төртеудің біреуі. Иә. Мен де сөйтіп ойлаймын. Ұттың ба? Жоқ. Именно қайсысы екенін табу керек па? Иә? Мен көмектессем болады ма? Ал, бірлік болсын. Давай көмектес шал. әтірат жәнінде Халқым деген сөз ғой. Өйткені халқым, халқым менің дейді да. Халқым, халқым менің. Ол неше рет қайырмасы болса да, неше рет айтылса да, халқым деген үш Ана реттен жерін айтылып тұр естімегенсің ғой. ба сен? Халықтан. Биле. Жоқ ол, биле. Тоқтай тұрыңдар. Жоқ, Аңсаған аңсаған дұрыс жауабы биле ғой негізі ше. Бірақ ешқайсымыз халықтан биік емеспіз ғой. Иә. Сондықтан мен елімізді таңдаймын. Мына жерден көк ту шығып жатыр ғой, байқадың ба? Елімізде деген вариантты точно алып тастай салайық та. Иә. Бірлік болсын әлемде. Сен бірлікті санап отыр. Мен билен санаймын. Халқымды санаймын. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын Мен қашан келеді екен, мен қашан келеді екен білейін. Менің. Халқым екі реттен. Аман бол халқым, бірлік болсын әлемде, тірлік Мен неғып болсын отырмын, елім. айтпайсың ба? Сенде қандай еді? Биле. Биле жем болып кетті сен. Билені таңдаймын мен. Или халқым. Жоқ, ол жерде андай биле деп айтпаймын. тез айтады еще биле Иә. Сен біреу пропускқа жетіп отырсың нағыз. сен биле деп отырсың биле деп отырсың Соны айтып биле деген былай берсің ғой, биле. Сен биле. сол айтамын. Ал халқымда чатам. Жоқ, биле деген ол барлық жерінде айтылмауы да мүмкін ғой. Каждый қайырмадан кейін. Аман бол халқым менің, бірлік болсын әлемде, тірлік. Үш рет па айтылады, одан кейін барып биле деп айтылады. бәрінде айтылады деп Сондай да ойлаймын. логика бар да бұл жерде. Халқым мен биле екеуі 50-50. 50-50. Онда мен өзімнің бөлемез таңдаймын. Бөлем чатам. Бөлең Биле кентал ма? болса, Бөлең кентал болса биле. бөлесің. Биле. Все, мен билені таңдаймын. Өйткені Майкл Джексон өзі айтып кеткен ғой. Биле. Может, Майкл Джексон әні мынау? Ондай емес, Кенталдан сұрау керек оны. Ол билені таңдаймын. Иә, билені таңдадыңыз. Ал билені. Нақты әрі соңғы жауабыңыз. Ал нақты әрі соңғы жауабымыз халқым. Деп өзгеріс жібере берсең ше. Жоқ, билені таңдаймын. Биле дедіңіз, иә? Биле. Биле мекен жауабы қазір білетін боламыз. Белгілі Кенталдың халқым әнінде бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде шумақтары 12 рет қайталанады. Ал халқым сөзі 32 рет қайталанады екен. Мен не айттым саған? Бірақ соның өзінде осы сөздерден де көбірек қолданылған бір сөз бар. 40 рет қолданылған сөз ол биле. Аңсаған мырза, құтты болсын. Супер ойынның жеңімпазы Аңсаған Садырханов. Ай, тамаша. Жеңіске әбден лайықты болдыңыз. Керемет. Шынайы жүректен құттықтаймыз Аңсаған мырза. Тамаша. Иә. Ал сіздерге де келгендеріңізге қатысқандарыңыз көп рахмет. Бұйырса тағы да алда шоулар болады. Сіздерді шақырмаймыз деп айтқым келеді. Рахмет көп. Иә. Ал бұл шығар ледқа экранға шығарған нәрсеміз біздің осы шоудың әнұраны. Сондықтан да барлығымыз бірге айтайық. Қазір текст шығады. Сіздермен бірге де айтсақ болады. Ортаға шығып керемет. Аңсағанға 700 теңгелік очколар емес пе еді? Көруге көздер ашық, бәрінде көңіл ояу. Түнімен ұйқы қашып, ұйықтадым таңға таяу. Ақырын есікті ашып, төменге түстім баяу. Асықпай анық басып, жолаға келдім жаяу. О, сұрақ, о мынау қиын сұрақ. Төзімде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? О, сұрақ, ал мынау оңай сұрақ. Бәрінде жауап табамын, қоя бер сұрақ маған, сырымды кімге ақтарам? Рахмет, сіздерге бірге болған Манас, Дәулет, Талғат және Аңсаған.